Енді тағы да бір сұрақ. Білім алу және анаға қызмет ету. Мен оны жанына қоса салсам болады. Білім, анаға қызмет ету және дүние табу дейікші. Енді кейбір бауырларымыз ойында жүреді. Мысалы, мен дүнияуи білім алғым келеді. Немесе діни білім алғым келеді, бірақ мысалы анам қарт болуы мүмкін. Не рұқсат бермей, риза болмай тұруы мүмкін. Не үйлену уақыты кеп қалуы мүмкін. Мысалы, бір бауырларым сияқты үйленейін ба, оқиын ба деп бір жігіт 30-ға шейін жүріп барып үйленді мысалы. Жаңалдегі осы сияқты жаңалдегі біреулер дүние іздеуім керек еді, жоқ білім іздеймін ба деген сауалдарға айтатын. Біріншіден бауырлар әулауият деген бар. Яғни қайсысы маңызды, қайсысы дұрысырақ. Біріншіден рас сіз біліп алыңыз, егер иманыңыз, семьяңыздың несі жағдайы көтеріп, өзі реттеп бара жатса, расында да білім іздегеніңіз жақсы. Білім діннің көзі ашық болады. Білген мен білмеген тең болмайды. Аспан мен жер тең болмайды. Соқыр менен көзі ашық тең болмайды. Бірақ білім іздеуге сізге бұйырмай жатқандай бір нәрсе болса, оны лажы барынша жаңалдегі орнына қойған абзал. Оны жаңалдегі ұрынбай, сол дүниеңізді іздеңіз, ата-анаңыздың қызметінде болыңыз, үйленіңіз. Себебі білесіз, Уайс әл-Қарани деген табиин кісі өткен. Анасының қызметінде тұрғандығы сонша, пайғамбарға барудан қалып кетеді сол кісі. Пайғамбардың сұхбатынан қалып сахаба атын ала алмай қалады. Сахабаны алуға жағдайы барда барып көрет болды. Бірақ анасының ризалығы тұрады жанында. Сөйтеді да, сол анасының жанында қалады. Пайғамбарымыз не дейді дейсіз ба? Күндердің күні дейді, Омар халифаның заманы. Омар халифаның заманында Йеменнен толып атқан, қажылыққа кеп атқан заман, енді халифа ғой, патша, Йеменнен келген адамдар болса, маған айт деп тапсырып қойған. Соларға барып Омар барады. Жанында тағы бір сахаба бар. Барады да, Йеменнен келген қайсың дейді. Мында шығыңыздар. Бір топ адам шығады. Оның ішінде осындай бір тайпаны атын айтты, қазір есінде жоқ. Осындай бір тайпа бар. Ол қайсың дейді. Тағы да шығады. Сол тайпаның ішінде Қарн деген ру бар. Оның қайсысы дегенде бір адам шығады. Сөйтіп, сендерде Уайс деген жігіт тұра ма дейді. Пәленшенің ұлы Уайс дейді. Сөйтіп, ана бір кәрі, сәл ақыл дұрыс емес те ма, бір түрлі адамды айтып жатсыз ба дейді. Енді қандай екен білмеймін, бірақ сол адам тұра ма дейді. Танимын мен дейді. Қайда ол десе, анда біздің атымызды күзетіп тұр дейді, біз қажылық жасап атқанда. Бірақ оны Омар іздеп жүрді, сахаба. Сосын негіздеп жүрсіз дейді. Айтпай жүгіріп барады. Барса бір қариялау кісі, сол Омарлар қатар ғой, үлкендеу жасы келген кісі, жаңағыдегі аттарды күзетіп тұр да. Соған бар, сен Йеменненсің ба? Иә. Пәлен тайпадансың ба? Иә. Пәлен рудансың ба? Иә. Әкең аты пәленше ма? Иә. Өзің аты түгенше ма? Иә. Бәрін біледі. Сонша сұрап кеттім деді, не болды десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бір күндер келіп, осы кісі осы жерлерге келеді. Содан дұға сұрап қалыңдар деді дейді. Сөйтті да, Омар бізге дұға етіңіз деп қол жайды дейді. Сахаба Бәдірді көрген, жәннатпенен қош хабар алған, мұъминдардың әміршісі, патша кісі дұға сұрап тұр. Табииннан, Йемендегі бір тайпаның ішіндегі бір рудан, бір кедей ат күзетіп тұрған, есі дұрыс емес ау деп жұрттың бәрі мазақтайтын бір адамнан неге пайғамбардың өсиет етті? Ол анасының қызметі үшін осындай дәрежеге жетті. Дұға етіп болған соң айтады, мен патшамын, қайда баратсың? Шамға баратым. Болды, мен Шамдағы өкілге хат жазып берейін, сізді дұрыстап күтіп алады. Жоқ,
Мен мемлекет үшін ісімен баратқан жоқ, мен шаруаммен баратырмын. Сіз неге араласасыз? Жарайды. Мен бір жәрдем берейінші деп ем, ақша берейін десе, мен ақша тауып тұрмын дейді қазір. Мен аналардың атын күзетіп тұрмын, мен қазір мыналар маған ақша береді, 6 теңге ақша береді, келісіп қойғанбыз. Десе, ол жетпеуі мүмкін десе, мен бұны әлі жарата аламын ба, жарата алмаймын ба дейді. Мен бұны жарата аламын ба, әлі жарата алмаймын ба? Сен қой отырсай ақшаңды. Сосын менен қандай жәрдем десе, мен сені шақырмадым дейді. Жәрдемге шақыру керек қой, жәрдем, келіңдер, шақыр, не қып кеп тұрсың енді маған? Соменен риза болады ана кісінің біреуге қол жаймайтындығын. Бұл табиғин. Сахабаларды көрген адамның тәрбиесін қараңыз. Бауырлар, қайсысын таңдайын, білім іздеймін ба, анамның қызметінде болам ба, жоқ оқимын ба, жоқ дүние іздеймін ба десеңіз, жоқ үйленейін ба десеңіз, бірінші жағдайыңызға қараңыз. Ол жағдайды қайдан білесіз дейсіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисі бар. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтады, бізге пайғамбарымыз Құранды қалай жаттатса, истихара деген дұға бар, соны солай жаттататын. Сахабалар тіпті өзінің базардан алатын тұзын да соны оқымай бармайтын дейді. Ол истихараның мағынасы Алладан ықтияр сұрау, таңдау сұрау. Аллаға ісіңізді айтасыз. Аллахумма инни астағирука би илмик ва астақдирука би құдратик. Раббым, мен сенің біліміңнен ықтияр сұрап жатырмын, таңдау сұрап жатырмын. Өйткені менің білімім таяз. Сен бәрін білушісің. Ва астақдирука би құдратик. Сенің құдіретіңнен бір үлкен күш құдірет қолдау сұрап тұрмын деп басталып өзінің ісін айтады. Егер осы ісім дініме, дүниеме, ақыретіме пайдалы болса, маған осыны жеңіл ет дейді. Ал егер пайдасыз болса, онда мені одан, оны менен қашық ет. Бірақ қай халде де маған жақсылық бергейсін дейді. Үлкен дұға, 2 ракат намаз оқыңызда Алланы таңдауға қойсаңыз болды емес па? Басқалар қалай таңдайын деп басын қатырар, мұсылман өйтіп ойланбау керек еді. 2 ракат намаз оқыңызда жай намазға барып дұға етсеңіз бәрі шешіліп жатыр. Ибн Сина айтады, мен бір мәселе шеше алмай кетсем мешітке келем дейді. 2 ракат намаз оқысам бәрі шешіле береді дейді. Бауырлар, біреудің сұрайтын ақылшысы жоқ, біреудің данышпаны жоқ, біреудің білімдісі жоқ. Сіздің Аллаңыз бар емес па? Бәрін біледі, бәріне құдіреті жетеді. Неге қол жаюдан қашасыз? Мені таңдауды содан сұраңыз. Сол дұғаны сізге насихат етеді.